сенімімен Қаламес Қальф атындағы орта мектебінің 6 сынып оқушысы Жұмажан Айзел. Бүгінгі жауабының тақырыбы домбыраны ұлттық рухтың жаңғырығы. Мақсатым домбыра өнерінің маңыздылығын көрсету, оның қазақ халқының мәдени мұрасындағы рөлін насихаттау және жас ұрпақтың ұлттық аспапқа деген қызығушылығын арттыру. Тақырыптың өзектілігі домбыраның қоңыр үні жасөспірімдердің эстетикалық талғамын қалыптастырып қана қоймай, олардың бойына сабырлылық, парасаттылық және отансүйгіштік қасиеттерді дарытады. Нағыз қазақ емес, нағыз қазақ домбыра. Жауабының күтілетін нәтиже ұлттық аспаптың заманауи брендке айналуы. Қойылған мақсатқа жету әдістері: заманауи форматпен ұсыну, әлеуметтік желіні пайдалану, танымал тұлғаларды тарту, білім беру жүйесін жаңарту, заманауи технологияны біріктіру, фестивальдар мен байқаулар ұйымдастыру, ұлттық аспаптың имиджін көтеру. Заманауи форматпен ұсыну: қазіргі таңда ұлттық аспаптарды тек қана дәстүрлі емес, заманауи стильде көрсету керек. Әлеуметтік желіні пайдалану: TikTok, Instagram сияқты платформаларда домбыраға арналған қысқа видеолар, кавер түсіру арқылы ұлттық аспабымызды трендке айналдыра аламыз. Танымал тұлғаларды тарту: қазіргі жастар өз кумирлеріне еліктейді. Егер қазіргі таңда танымал тұлғалар, танымал әншілер домбыраны қолдана алатын болса, олардың көрермендері де осы домбыраны қолына алады. Білім беру жүйесін жаңарту: қазіргі таңда мектептерде домбыраны пән ретінде қолдану керек. Бұл жастардың домбыраға деген қызығушылығын арттырады және де олардың домбыраға деген қызығушылығын арттырып қана қоймай, мүмкін олардың жас күйшілер, атақты композиторлар шығуы ықтимал. Заманауи технологияны біріктіру: қазіргі таңда қазіргі таңда жаңа приложениялар, домбыраны үйрететін неше түрлі сабақ курстар бар. Бұл оқушылардың домбыраға деген қызығушылығын арттырады. Фестивальдар мен байқаулар ұйымдастыру: ұлттық музыкаға арналған фестивальдар мен байқаулар ұйымдастыру бұл жастардың домбыраға деген қызығушылығын арттыра түседі. Ұлттық аспаптың имиджін көтеру: мына біздің бұрынғы заманнан қазіргі заманға дейін келе жатқан қазақтың ұлттық домбырасы. Менің ойымша, жастардың домбыраға деген қызықпайтын себебі бұл домбыраның өте қарапайым болуы деп есептеймін. Мына суреттегі менің болашақта болады деген домбыраларым. Бұл этно-техно интерфейс домбырасы. Сенсорлы сандық интерфейс, QR-код арқылы баптау, сенсорлы басқару элементтері, заманауи этно-тех дизайн. Бұл домбыраның негізгі ерекшесі: домбыраның бетінде ою-өрнек емес, ноталар белгіленген. Арт графика домбырасы ұлттық ою-өрнек, түрлі түсті графикалықтығын жылтыр береді. Бұл домбыраның негізгі ерекшесі: домбыра бетінде әдемі қазақи нақыштағы ұлттық ою-өрнек белгіленген. Саяхатқа арналатын домбыра. Бұл домбыра бүктеліп жиналады, саяхатқа алып шығуға өте ыңғайлы. Бұл домбыраның негізгі ерекшелігі: адам ұзақ жолға шыққан кезде домбыраны сындырып аламын деп уайымдамайды, себебі бұл домбыра бүктеліп жиналады. Электрлі домбыра. Күшейтілген мойын, берік артқы қабақ. Бұл домбыраның негізгі ерекшелігі: аккумуляторы және де қайта зарядталады, ұзақ мерзімге жетеді. Біздің Қазақстанда домбыраға арналған арнайы мереке бар. Ол ұлттық домбыра күні. Индербург кентіндегі Арбат демалыс саябағында ұлттық домбыра күні және Қазақ СССР еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Абдолла Мұсағалиевтің туғаны 90 жыл толуына орай 2024 жылы монумент ашылды. Мына суретке назар аударатын болсаңыздар, бұл біздің Еспі ауылындағы Индер балалар өнер мектебінің домбыра сыныбы. Мен осы домбыра сыныбында бармын. Енді мен сіздерге қазір осы домбыра сыныбына қатысатыныма орай сіздерге Абдымомын Желдібаевтың Еркесіліктің күйін орындап беремін. Қорытындылай келе, мен сіздерге домбыраның қазіргі таңда қандай маңызды екенін түсіндіргім келді. Сау болыңыздар.